Баршаға сәлем. Бүгін сіздерге бидай көженің ең оңай рецептімен бөлісетін боламын. Ал кеттік. Ең бірінші бидайымызды суға салып қайнатып аламыз. Керегінше тұзын саламыз. Сөйтеміз де мінекей жарылғанша осылай етіп қайнатып пісіріп аламыз. Оны суытып, суығаннан кейін үстіне айранды құятын боламыз. Ыстықтаймен құймаңыздар, себебі айрандарыңыз пісіп кетуі мүмкін. Айранымызды араластырып аламыз. Одан кейін оның үстіне көжеміздің дәмін кіріту үшін, әдемі болу үшін осылай майдалап туралған құртты салатын боламыз. Құртты блендерде майдаласаңыздар болады. Және керегінше тұз, су құйып, тағы да араластырып алатын боламыз. Мінекей осымен біздің бидай көжеміз дайын болды. Жаз кезінде өте керемет болып табылатын бидай көжені жасап көріңіздер міндетті түрде. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Балжан Серікқызы. Сау болыңыздар.